Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен ірімшіктің пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз, сондықтан да видеоны соңына дейін қараңыздар. Ірімшік сүтті арнайы өңдеуден өткізу арқылы алынатын жоғары калориялы неғұрлым сіңімді тағамдық өнімдердің бірі. Әзірлеу және пісіру кезінде ол микробиологиялық, ферментативтік, тағы да басқа процестерден өтеді. Соның нәтижесінде дайын өнім сүтпен салыстырғанда дәмі және нәрлілігі жағынан едәуір құнды қасиеттерге ие болады. Ірімшік сиырдың, қойдың және ешкінің сүтінен жасалады. Ірімшіктің түрлері: қатты мәйекті ірімшіктер, жұмсақ мәйекті ірімшіктер, тұздық ірімшіктер, қышқыл сүт ірімшіктер және де балқытылған ірімшіктер бар екен. Қатты сұрыпты ірімшіктерде жұмсақ сұрыпты ірімшіктерден қарағанда ақуыздар, тұздар мен майлар көп болады. Ірімшіктің 4/1 бөлігі ақуыздардан тұрады. 100 грамм ірімшікте 25 грамм ақуыз болады. Олар бұлшық еттің құрылыс материалы болып табылады. Иммунитетті арттырады, жасушалардың өсу, даму және қалпына келтіру процесіне қатысады. 100 грамм ірімшік кальцийдің тәуліктік нормасын қамтамасыз ете алады. Ірімшікте Д, А витаминдері болады. Бұл кальцийдің сүйекке жақсы сіңірілуіне көмектеседі, сүйектерді нығайтады. Ірімшікте В12 витамині бар. Егер адам денесінде В12 витамині жетіспесе, жасушаларда оттегінің жетіспеушілігі басталады. Демек, В12 витамині денені энергияға толтырады. Ірімшіктің орташа қолдану шамамен күніне 25 грамм жүрек тамыр ауруларының даму қаупін төмендетеді. Ірімшікте ішек микрофлорасын жақсартатын пайдалы бактериялар бар. Ағзадағы әртүрлі қоректік заттарды жақсы ыдыратуға және сіңіруге және де уыттарды шығаруға мүмкіндік береді. Ал енді ірімшіктердің зияны туралы айтатын болсақ, ірімшіктің көптеген сорттары өте тұзды және тұзды шамадан тыс тұтыну қысымды арттырады. Ірімшікте көптеген майлар бар және де осы себепті оны диеталық өнім деп атай алмаймыз. Ірімшік зиян емес, пайда әкелу үшін оны мөлшерлеп жеу керек. Күніне бірнеше тілім, яғни шамамен 25 грамм сіздің денеңізді пайдалы заттармен және де бактериялармен қамтамасыз етеді, және де сіздің жүрегіңіз бен фигураңызға зиян келтірмейді. Достар, егер де ақпарат пайдалы болған болса, арнама жазылып, лайк басып, және де пікірлеріңіз болса, жаза кетіңіздер. Алтын уақыттарыңызды бөліп, видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Келесі видеода жүздескенше аман, сау болыңыздар.